Салем, достар! Сегодня мы будем слушать простые предложения. Регулярно слушая такие видео, вы начнете понимать казахскую речь, улучшите навык общения, пополните свой словарный запас. Спасибо всем, кто оставляет комментарии, лайки. Приятного просмотра! Мына кісі менің ағам. Мына кісі менің ағам. Это мой старший брат, дядя. Почему мы не говорим просто «бұл менің ағам»? Потому что в казахском менталитете указывать на старшего или уважаемого человека просто местоимением «бұл», как на неодушевленный предмет, считается дөрекі, грубо, невежливо. Местоимение «мына», этот, который здесь рядом, в связке со словом «кісі» часто звучит еще теплее и конкретнее при знакомстве. Маған шуақты күндер ұнайды. Маған шуақты күндер ұнайды. Мне нравятся солнечные дни. Оның мысығы бар. Оның мысығы бар. У нее или у него есть кошка. Оларға пицца ұнай ма? Оларға пицца ұнай ма? Им нравится пицца. Олар саябақта ойнап жүр. Олар саябақта ойнап жүр. Они играют в парке. Мысықтар көп ұйықтайды. Мысықтар көп ұйықтайды. Кошки много спят. Ол саған хабарласты ма? Ол саған хабарласты ма? Он или она тебе звонила? Бүгін күн суық. Бүгін күн суық. Дословно, сегодня день холодный. Сегодня холодно. Менің бойым онша ұзын емес. Менің бойым онша ұзын емес. Дословно, мой рост не такой уж высокий. Или можно сказать попроще. Мен онша ұзын емеспін. Мен онша ұзын емеспін. Я не очень высокий. В русском языке слово «высокий» применимо и к горе, и к человеку. А в казахском языке эти понятия обозначаются двумя разными словами. Биик говорится по отношению к горам, зданиям и предметам. Узун говорится по отношению к людям, деревьям. Олар сенің достарың ба? Олар сенің достарың ба? Они твои друзья? Оның отбасы үлкен. Оның отбасы үлкен. У него или у нее большая семья. Дословно, его семья большая. Менің ағамның бойы өте ұзын. Менің ағамның бойы өте ұзын. Дословно, рост моего брата очень высокий. Мой брат очень высокий. Олар қазақша сөйлей ме? Олар қазақша сөйлей ме? Они говорят по-казахски. Олар шахмат ойнамайды. Олар шахмат ойнамайды. Они не играют в шахматы. Сенің ең жақсы досың кім? Сенің ең жақсы досың кім? Кто твой лучший друг? Сен кофе ішесің бе? Сен кофе ішесің бе? Ты пьешь кофе? Мен жаңа сөмке сатып аламын. Мен жаңа сөмке сатып аламын. Я куплю новую сумку.
Ол сенің әпкең бе? Ол сенің әпкең бе? Она твоя старшая сестра? Сен әнді жақсы айтасың ба? Сен әнді жақсы айтасың ба? Ты хорошо поешь? Оның көк машинасы бар. Оның көк машинасы бар. У него есть синяя машина. Ол кофе ішпейді. Ол кофе ішпейді. Он или она не пьет кофе. Біз футбол ойнағанды ұнатамыз. Біз футбол ойнағанды ұнатамыз. Нам нравится играть в футбол. Олар мектепте. Олар мектепте. Они находятся в школе. Саған балмұздақ ұнай ма? Саған балмұздақ ұнай ма? Тебе нравится мороженое? Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Я люблю читать книги. Біз саябақта ойнап жүрміз. Біз саябақта ойнап жүрміз. Мы играем в парке. Сенің үйің үлкен бе? Сенің үйің үлкен бе? Твой дом большой? Гүл қызыл емес. Гүл қызыл емес. Цветок не красный. Менің гитарам жоқ. Менің гитарам жоқ. Или менде гитара жоқ. Менде гитара жоқ. У меня нет гитары. Олар менің мектебімде оқиды. Олар менің мектебімде оқиды. Они учатся в моей школе. Күн суық емес. Күн суық емес. На улице не холодно. Казахи, говоря о погоде, чаще всего используют слово «күн», буквально «день», «солнце», имея в виду общую обстановку на улице. Біз саябаққа барамыз. Біз саябаққа барамыз. Мы пойдем в парк.